Қатыгез бай мен тасбақа. Ертеректе бір бай кісі болған екен. Ол бай байыған сайын жаңа үйлер салады. Бірақ оған көңілі еш толмай биік үйдің құрылысын бастайды. Іші пысқан әлгі бай құрылыс барысында бау-бақшадан келе жатқан бір тасбақаны ұстап алып, батпақпен бірге илеп, тірідей кірпіш арасына қалап жібереді. Уақыт өте құрылыс аяқталып, зәулім үйіне кіреді. Көп ұзамай артынша аяқ астынан ауырып қалған әлгі бай қанша емделгенімен дертіне шипа таппай, аяғынан жүре алмай, сау болып мүгедекке айналады. Ем қонбаған соң әлгі байды туыстары үйіне әкеледі. Күнделікті өмірі мүгедектер арбасына өтетіндіктен оның көмекшілері арбаға салып, бау-бақшаны аралатып серуендетуге шығарады екен. Бірде бай бақшада демалып отырып, үйдің жоғарғы дуалына ұшып-қонып жүрген бірнеше шымшықтарды көреді. Ол жерде ұя дейтіндей ұя да жоқ еді. Таңырқап қалған мүгедек бай бұның сырын білу үшін көмекшілерін шақырып әлгі дуалға шығып қараса, кірпіш сылағын басы сиятындай жарылған жерден қыстырып қалған тасбақаны көреді. Әлгі шымшықтардың бірі су, бірі шөп, енді бірі жәндіктерді тұмсығымен тасып, әлгі қыстырып қалған тасбақаға азық ретінде беріп жатыр екен. Мұны көрген мүгедек бай кезінде өз қолымен батпақпен қоса сылап жіберген тасбақа екені есіне түсіп, арада қанша жылдар өтсе де, тасбақаның осы күнге дейін өлмей тірі қалғанына қарай қайран қалады. Тез арада әлі қыстырып қалған тасбақаны босатып алып бақшаға жібереді. Жаратушы Аллах тағала адамнан табылмаған мейірім мен қамқорлықты шымшықтарға беріп, тасбақаның өмірін жалғастырған екен. Мұны көрген әлгі байдың мейірімділік сезімі оянып, Аллахтан кешірім сұрап, көзіне жас ала отырып, істеген ісіне қатты өкінеді. Себебі тасбақаның дуал ішінде тірі болғаны болмаса, мүгедектен еш айырмашылығы жоқ еді. Алладан мейірімсіз әрі қатыгез байды тасбақа сияқты кеудесіне жаны болғанымен жүре алмайтын мүгедекке айналдырған еді. Әлгі бай тасбақаны еркіндікке шығарған күннен бастап, ақырындап дертінен айыға бастайды. Күндер мен айлар өтіп, әлгі бай дертінен толық жазылып, аяғымен жүретін күнге де жетеді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мейірім етпегенге Алладан мейірім етпейді деген сөзіне дәлел бола алады.